Мәселені анықтау. Информатика сабағында сіз әр түрлі мәселелерді шешесіз: есептер шығару, бағдарлама жазу, немесе компьютерде жұмыс істеу. Алдымен қандай мәселені шешу керектігін анықтау маңызды. Мысалы, сізге белгілі бір есепті шешу керек пе, әлде компьютердің жұмысында қандай да бір ақау бар ма? Мәселені анықтап, мен қандай бағдарламаны жазуым керек? Қандай алгоритмді қолдануым керек? Деген сұрақтарға жауап беруіңіз керек. 2. Математикалық немесе ақпараттық модельдеу. Мәселені анықтаған соң, оны шешу үшін қандай әдіс қолдану керектігін ойлау керек. Информатикада бұл кезең көбінесе есептің моделін құрумен байланысты. Мысалы, егер сіз бағдарлама жазып жатсаңыз, онда сіз оның жұмысын модельдеп, қандай нәтижелер алу керек екенін анықтайсыз. Алгоритмдер мен деректер құрылымдарын пайдалану арқылы мәселенің шешімін табасыз. Мысалы, сізге бір массивтен ең үлкен санды табу керек болса, бұл мәселені қандай әдіспен шешуге болатынын модельдейсіз. Алгоритмді ойлап тауып, дұрыс қадамдарды реттейсіз. 3. Алгоритм құру. Алгоритм – бұл мәселені шешу үшін жасалатын қадамдардың нақты тізбегі. Информатикада бұл кезең өте маңызды, себебі алгоритмдер арқылы біз белгілі бір нәтижеге жете аламыз. Мысалы, сізге екі санды қосу керек болса, онда бірінші қадам – сандарды енгізу, екінші қадам – оларды қосу, үшінші қадам – нәтижені көрсету. Осылайша, әрбір есепті шешу үшін нақты алгоритмдер құрылады. 4. Программаны құру. Алгоритмді жүзеге асыру – бұл бағдарламаны жазу кезеңі. Информатикада сіз тек теориялық тұрғыда алгоритмді емес, оны нақты компьютерде іске асыруыңыз керек. Мысалы, егер сіз есепті шешу үшін алгоритм ойлап тапсаңыз, енді сол алгоритмді программалау тілінде код жазып жүзеге асыру қажет. Мысалы, Python немесе тілдерінде жазған кодтың әрбір жолы сіздің алгоритміңізді іске асыратын қадам. 5. Программаны түзету және тестілеу. Бағдарламаны жазған соң, оны тексеру және қатенің бар жоғын анықтау қажет. Бұл кезеңде сіздің жазған кодыңыз жұмыс істеп тұр ма, жоқ па, соны тексеру керек. Информатикада бұл тестілеу кезеңі. Мысалы, егер сіз санды енгізіп, нәтижені алуға тиіс болсаңыз, онда әр түрлі сандармен тексеріп, бағдарламаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізесіз. Егер қате шықса, бағдарламаны түзетіп қайтадан сынап көру керек. 6. Нәтижелерді талдау. Бағдарламаңыз дұрыс жұмыс істеп тұрса, нәтиже ретінде сіз оның тиімділігін бағалауыңыз қажет. Бұл кезеңде сіздің бағдарламаңыз қаншалықты жылдам жұмыс істейді, оның қатесі жоқ па, және ол нақты талаптарға сәйкес келе ме, соны тексересіз. Егер бағдарламаны іске қосқанда нәтиже күткендей болмаса, қайтадан түзетулер енгізіп, жаңа тәсілдер қолдануға болады. Мысалы, егер алгоритм тым баяу жұмыс істесе, оны жылдамдату үшін тиімді әдістерді қолдануға болады.